Қаладағы бейбітшілік даңғылы 84/1 үйінің тұрғындары бүгін тұрғын үй инспекциясының алдына жиналды. Тұрғындар өздеріне қарасты София КСК-сынан кетуді ұйғарған, алайда бұл оңайға түсіп отырмағанға ұқсайды. Вундер сказал, у нас все документы не те, но мы... Вундерге біз КСК-дан шығатынымыз жайлы құжаттарымызды апарып бердік. Қалада 7-ші ықшам ауданында бір үй КСК-дан шығып жатыр. Солар қалай дайындады құжатты, біз де солай әзірлегенбіз. Алайда олардың құжаттарын қабылдап, ал біздікін қабылдамай қойды. Қанша жүгірсек те КСК-дан шығу мүмкін болмай отыр. Тұрғындардың мәліметінше КСК-дан шығуға 80 пәтер иелерінің 28-і өтініш берген және тұрғын үйге жауапты адамда қабылданып қойылған. Десе де тұрғындардың қалауымен сайланған үй басшысы өз міндетіне кірісе алмай отыр дейді осы үйдің тұрғыны Оксана Жаркевич. КСК басшысы үйге қажетті құжаттар мен жертөле кілтін беруге асықпай отыр. Приходил Иван, то есть в КСК попросил... КСК-ға Иван келіп пәтерлердің карточкаларын сұраған. Онда есепші өзге де мамандар бола тұра ештеңе бермепті. Оған қоса оған КСК мамандары үйдің жылуға әзірлігі жайлы құжатты да берулері тиіс болатын. Мұны да бермеген. Бүгінде мезі шыққан халық тұрғын үй инспекциясына шағым айтып барғанмен сөздерін қолдайтын жан таба алмады. Тұрғын үй инспекциясының басшысы тұрғындар барғанда орындарында жоқ болып шықты. Мы приехали весь дом, почему мы должны сейчас уйти? Из какого дома? 84/1. Вчера были новости, мы посмотрели. У нас неправильные документы. Объясните нам, пожалуйста, в чем у нас неправильные документы? Вы лично принимали, я это помню, сказали правильно. Она вчера сказала, что неправильно. Поднимите, пожалуйста, документы и покажите, в чем была ошибка. В чем проблема, да, потому что мы это просто так теперь дело тоже не оставим. Істің мән жайын бізде білгіміз келді. Тұрғындармен инспекция басшысының кездесуі келесі күні болды. Кездесуде сөз болған басты нәрсе ол тұрғындар жасаған хаттаманың дұрыс толтырылмауы. Есть постановление правительства. Үкіметтің 2009 жылы шыққан қаулысы бар. Онда жиналыстың ашық және сауалнама арқылы жүргізілетін екі түрі берілген. Сіздер КСК-дан шығамыз дегенде біз жиынның хаттама көшірмесін бердік. Оны сіздер толтыруға тиіс болғансыздар. Ал сіздер басқа хаттама келіпсіздер. Егер сауалнама түріндегі хаттаманы әкелсеңіздер, онда ол әрбір пәтерге жеке-жеке толтырулар тиіс. Сіздер түсініңіздер, әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Сіздерде КСК-ға ақша төлемеген адамдар бар. Егер ертең КСК төрайымы оларды сотқа берер болса, сіздердің қолдарыңыздағы мына хаттаманы сот қабылдамайды. Қазір маған оны қабылдай дейсіздер. Мен қабылдай беремін. Кейін өздеріңізге қиын болады. Тұрғын үй инспекциясы басшысының мәліметінше КСК-да қалу не қалмауды тұрғындар өздері шешеді. Тұрғындардың бұл қалауына ешкім кедергі келтіре алмайды. Мы ваш протокол приняли и готовы работать с вашим домком. Енді тұрғындар алдында басқа проблема. КСК басшысынан жертөле кілтін алу мәселесі тұр. Тұрғын үй инспекциясының басшысы бұл жерде де тұрғындарға көмек беретіндігін жеткізді. Возьмите представителя с КСК, примите. Барлықтарыңыз бірге үйдің 3 тұрғынын және КСК-ның бір мүшесін алып акт қабылдаңыздар. Осы акт бойынша инженерлік коммуникацияны қабылдап алыңыздар. Оған сіздер құқылысыздар. Осылайша қала тұрғындарының жеке пәтер иегерлері кооперативінен бас тартып шығуына бір жұмадай уақыт жұмсалды.